Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте әдемі, дәмді, оңай дайындалатын рогалики пісіреміз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызды саламыз, үстіне қантты салып, қопсытқыш және ванильді қантты салып, бәрін жақсылап араластыратын боламыз. Бөлме температурасында жұмсаған сары майымызды саламыз, қаймақты саламыз, бәрін араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын қамырымызды осындай бөліктерге бөліп, мұздатқышқа жарты сағатқа саламыз. Осы арада біз салмасын дайындаймыз. Салмасына грек жаңғағын майдалап, үстіне қайнатып қойылтырылған сүтті қосып, араластыратын боламыз. Сапасы жақсыны пайдаланыңыздар, сол кезде рогаликидің ішінен ағып шығып кетпейтін болады. Енді біз осы мұздатқыштан қамырымызды алып, осылай жұқалап жайып аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады, сондықтан ұнды сеуіп тұрып жайыңыздар. Оны осындай бөліктерге бөліп аламыз. Сосын салмамызды салып, аз-аздан рогаликилерімізді орайтын боламыз. Екі шетіні қысып барып, жақсылап орайтын боламыз. Бәрін орап, пергамент салынған листімізге теріп, 180 градуста қызған пеште 15-20 минут пісіріп алатын боламыз. Үстіне жұмыртқа жақпаймыз. Осылай бізде пісіп шықты. Ыстық күйінде қант ұнтағына осылай бөлеп алатын боламыз. Ыстық күйінде батырсаңыздар, осылай аппақ болып шығады. Өте дәмді, әдемі болады. Шаймен ішкенге, балаларға өте жақсы. Міне біздің рогаликиіміз. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.